Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қызықты деректер каналы Күншығыс елі деп аталатын Жапония елі туралы мәліметтерді ұсынады. Видеоны қарамас бұрын міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сонда сіз қазақ тілді каналдың дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Қазіргі таңда Жапонияның құрамында 6800-ден астам арал бар. Олардың ішіндегі ең үлкені Хоккайдо, Хонсю, Сикоку және Кюсю деп аталады. Жапонияны көбіне Күншығыс елі деп атап жатады. Жапониялықтардың өздері елдерін Ниппон немесе Нихон деген атауды дұрыс көреді. Бұл сөзді біздің тілімізге аударғанда күннің шығуы деген мағынаны білдіреді. Бір қызығы, Жапония жол транспортпен жол жүруде сол жақпен жүреді. Алайда көліктің рөлі оң жақта орналасқан. Жапонияда жергілікті пойыздардан басқа барлық жерде темекі шегуге рұқсат берілген. Пойыздардың өзінде темекі шегуге арналған арнайы орындар бар. Жапондықтар өте адал адамдар. Метрода әмияныңызды жоғалта қалсаңыз, 90%-ға жуық адам бөлімшеге әкеліп тапсырады. Тіпті жер сілкінісі кезінде де ондай қылмыстар сирек орын алады. Жапон полициясы ешқашан пара алмайды. Егер біреу маңызды қылмыс жасап қойса, ол адам қорғаушысыз 30 күн қамалып отырады. Токио әлемдегі ең қауіпсіз мегаполис. Қауіпсіздігі соншалықты 6 жасар бала қоғамдық көліктерде жалғыз жүре алады. Тіпті Жапон метросында әйелдерге арналған жеке вагондар бар. Бұл қыздардың қауіпсіздігі үшін жасалған. Жапония империя мәртебесін сақтап қалған жалғыз мемлекет. Императорлық әулет қазіргі таңда өз жалғасын әлі де тауып келеді. Бүгінгі Акихито император біздің эрамызға дейінгі 711 жылы Жапонияны құрған Дзиму императордың тікелей ұрпағы болып табылады. Жапонияның көп бөлігі орманды алқаптан тұрады. Себебі оларда ағаш кесуге рұқсат берілмейді. Жапониядағы ұялы телефондардың 90%-ы су өткізбейді. Тіпті жастар оларды душта да қолдана алады. Жапондықтар өте еңбекқор халық. Олар 15, тіпті 18 сағат бойы үзіліссіз жұмыс жасай береді. Бір қызығы, жапондықтар қоғамдық орындарда, тіпті жұмыс орнында жиі ұйықтайды. Егер басшылар қол астындағы қызметкерлердің ұйықтап жатқанын көрсе, ескерту жасамайды екен. Себебі олар ауыр жұмыстан зорыққан деп есептеледі. Алайда жапондықтар ешқашан жұмыстарынан уақытылы кетпейді. Бастықтары боссыңдар демейінше жұмыстарын жасап отыра береді. Ол 2-3 сағатқа созылуы мүмкін. Егер ерте кетіп қалған жағдайда сатқындықпен теңеледі. Жапондықтар үнемі тамақ туралы әңгіме айтқанды жөн көреді. Әсіресе тамақтануға отырған кезде өздеріне астың қалай ұнағанын үнемі ортаға салады. Кешкі ас ішіп отырып бірнеше рет өте дәмді деп айтпау өте мәдениетсіздік болып есептеледі. Жапонияның ұлттық туы Хиномару деп аталады. Онда ақ фонға қызыл дөңгелек бейнеленген. Бұл қызыл дөңгелек күннің шығуын нышандайды. Жапония мемлекеті өте әсем болғанымен аса қауіпті жерде орналасқан. Ұрлық-қарлық тағы осы секілді қылмыс түрлері жөнінен қауіпсіз ел болып есептеледі. Алайда орналасқан аумағы белсенді орта болғандықтан табиғат апаты жиі болады. Жапонияда жылына 1500 рет жер сілкінісі болады. Олардың басым көпшілігі жай ғана жеңіл тербелістер. Дегенмен үкімет қирап құлаған ғимараттарға жыл сайын миллиардтаған ақша бөліп шығынға ұшырайды. 2011 жылы Тохоку жерінде орын алған жер сілкінісі Жапония тарихындағы ең күштісі болып тіркелді. 1924 жылы Канто ауданында 7,9 балдық жер дүбірінің нәтижесінде 142.800 адам өмірімен қош айтысқан.
2013 жылы келтірілген статистика бойынша жапон халқының орташа жасы ер кісілерде 80 жасты, ал әйел адамдарда 87 жасты құрады. Жапонияда аққала тек 2 шардан жасалады. Бір қызығы, Жапонияда сабақ 1 сәуір күні басталады және 3.90-ға бөлінеді. Жапонияда балық пен еттің бағасынан гөрі жеміс-жидектің бағасы әлде қайда қымбат. Мысалы, бір тал алма $2 тұрса, банан $5 тұрады. Ең қымбат жеміс ретінде қауын болып саналады. Токиода қауын бағасы $200 дейін жетеді. Жапония суицид жағынан 1 орында. Жапонияда кароши деген термин бар. Ол қатты күйзелістен өлім құшу деген мағынаны білдіреді. Орта есеппен жылына осы диагнозбен 10.000 адам қаза табады. Сонымен қатар Жапонияда өлім жазасы сақталған. 2013 жылы 8 қылмыскер өлім жазасына кесілген. Жапония көшелерінен қолшатыр салынған сауыттарды көре аласыз. Жаңбыр басталғанда оның бірін алып, тоқтағанда жақын жердегі ыдыстың біріне қайта салып кетесіз. Міне достар, бүгінге айтар мәліметтеріміз осымен аяқталды. Сіздерге бүгінгі айтылған мәліметтер қызықты болды деп ойлаймыз. Егер сізге видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл қазақ тілді каналдың дамуына қосқан үлесіңіз болып табылады.